армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті четвертая Лосинфо көрермендері. Осы үндеуді мен облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлына жолдағым келіп отыр. Соңғы кезде біздің редакцияның араласуымен көптеген қоғамдағы белсенді азаматтар мен азаматшалардың әрекетімен осы Жетісу облысы Талдықорған қаласында жалпы көптеген үлкен, көп жылдық тамырланып қалған қылмыстардың беті ашылды. Осы қылмыстар легін мен 7 жыл бұрын да айтқан едім. Бірақ ол кезде мен орысша айтқанда козел отпущения дейді ғой, ең сұмырай, ең сүйкімсіз, ең надан қылып көрсетіп, күні бүгінге дейін адамдар менің істі болғанымды пайдаланып, басқа түртетін жері болмағаннан кейін сол ақпаратты күні бүгінге шейін бетіме басып, сол арқылы менің қоғамдағы дәрежемді барынша түсіргісі келеді. Ал осы қылмыстар легін менің ең алғаш күннен бастап сұралым дейді ғой, допростарымды көтеріп көрсеңіздер, мен осы мәселелерді 7 жыл бұрын айтқан едім. Бірақ ол кезде тергеу, ол кезде прокуратура, ол кезде соттарға бұл шындық керек емес еді. Ол кезде менің басым керек еді. Көптеген шын қылмыскерлер өздерінің кем тұстарын жабу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңағы тергеушілерімен, қызметкерлерімен, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңағы тергеушілері, қызметкерлері, сонымен қатар жаңағы ДВД дейміз ғой, полиция департаментінің қызметкерлерімен ауыз жаласып отырып, әркім өзінің қылмыстың бәрін менің мойныма бетіп арта салды. Күні бүгінге шейін сол қылмыскерлер бостандықта әлі қалып жатыр көбісі. Көбісі кірді. Көбісі қазір тергеу изоляторында. Нақақ арыз жазған адамдардың барлығы тергеу изоляторында. Жалпы менің ісімде менің жалпы өзімнің жеке басымның пікірі бойынша жәбірленуші жоқ. Жәбірленуші деген ол шын мәнінде бір алданып, бір жаңағындай ештеңесі қалған адамдарды айтады. Ал менің ісімде пәтерлердің барлығы мемлекеттік пәтерінен беріліп, күні бүгінге шейін сол адамдарды сотпен шығара алмай жатырмыз ғой сол пәтерлерден. Бірақ осы мәселелерді мен 7 жыл бұрын айтқанда не тергеу, не прокуратура, не сот бұны керек қылған жоқ. Шын мәнінде қарап тұрсаңыз, мемлекеттік органдардың өзі сол кезде сол қылмыстардың бәрін жылы жауып қойғандықтан бүгінгі күндегі масштабы үлкен, зардабы кең, жаңағы алып, жаңағы жемқорлықтың беті ашылды. Егер 7 жыл бұрын болған мән беріп, менің сөзімді тексермей-ақ ол кезде бәрі айқын болып көрініп тұрды нақ. Бірақ ол кезде мен сіздерге тағы қайталап айтамын, бұл шындық керек емес еді ешкімге. Яғни сол кезде құзыретті құқық қорғау органдарының барлығы өздері осы қылмыстың бәріне жол беріп қойған. Барлығын өздері. Қазір, ойбай, ана бухгалтер 2 миллиард ұрлапты ғой деудің өтірік. Бейбіт Өксікбайұлы, оның барлығы кино, өтірік, прокуратура. Құдайға шүкір, сол кезде ана Амиров мырза, қазіргі облыс прокурорының орынбасары, сол кезде қала прокуроры болып тұрған. Менің ісімнің әрбір абзацын зерттеп бүйтіп микроскоппен қараған азаматтар ғой. Қазір әлі күнге шейін отыр сол прокуратурада. Сол кезде мен соны айтпасам, қазір айтсын менің бетіме соны. Бәрін тексерді ғой сол кезде. Обвинительный актта барлығы жазылып тұрды. Барлығы қазір кино ойнап жатыр. Ойбай деп сіздің көзіңізше шын жұмыс жасап кеткендей болыпшы. ИБД дейді ғой, имитация бурной деятельности, өтірік. Барлығы 7 жыл бұрын айтылған, бірақ соны қазір сіздің алдыңызда соны бір қылмыс ашқандай болып кейбіреуі сөйтіп көрініп жатыр. Бірақ шын мәнінде бұның барлығы жалған дүние. Біздің құқық қорғау органдарының өзі көптеген қылмыстарды болдырып, әдейі жасап отыратындай. Сол әдейі жасаған әрекеттердің ішінде көбісі осы қаңтар оқиғасының болып кетуінің өзі сол құқық қорғау органдары ма деп ойлаймын. Талдықорған қаласында
өздеріңізге белгілі ішкі істер департаменті болсын, қалалық полиция бөлімі болсын, департамент КНБ дейді ғой, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті болсын, барлығы бос қаңырап қалды емес па? Солардың барлығы қазір неге батыр бола қалады, мен соны түсінбеймін. Мен оларды батыр көре алмаймын, оларды батыр дей алмаймын. Сол ел басына күн туған кезде облыс әкімімен бірнеше адам ғана қалмады емес бос Талдықорғанда. Қазір болса барлығы батыр болып қапты. Енді құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, осы қылмыстар легін айта келе сізге айтайын деп отырғаным, осы қылмыстарды жасауға осы құзыретті органдар өздері жол беріп қойған, менің пайымдауымша. Өйткені менде оған дәлел өте көп. Мен 7 жыл бұрын өте көп дүние айтқам, соның бәрі айтып отырмын ғой, ешкімге керек болмады. Солар күні бүгінге шейін өршіп, өніп, солардың қолдарын байламай сол уақытта мені ғана қылмысқа жіберді, қылмыскер қылып. Сол адамдардың барлығы бостандықта қалып қалғандықтан, шын мәнінде олар қылмыскер болған, шын мәнінде. Маған арыз жазған әрбір адам қазір жаңағы тергеу изоляторында неге отыр, еріккеннен отыр ғой дейсіз ба? Болмаса мен айтып, олар жақсы болып қал, ешкімнің басы екеу емес. Олардың барлығы шын мәнінде қылмыскер болған. Бірақ оны сол уақытта тергеушілер ақшаға сатылғандықтан бекен, прокурорлар көп ақша алып қойғандықтан бекен, бәрі бостандықта қалып қалды. Ол кезде ол шындық ешкімге керек болмады. Мен өзімді періште қылып тұрған жоқпын, тағы да қайталап айтамын. Мен өзімнің жазамды алған адаммын. Бірақ менің істі болғанымда күні бүгінге шейін көп адам өзінің пайдасына пайдаланып келеді. Құзыретті органдар да оны пайдаланады. Күні бүгінге шейін артыма заңсыз түседі, заңсыз тыңдайды, қорқытады, неше түрлі амалдарға көшеді, оның барлығы басына күнделікті өтіп жатқан жағдай. Бейбіт Өксікбайұлы, сізге бірі жетсе, бірі жетпес. Бірақ мен сізге айтайын, осы қаланы бір дүрліктіріп жүрген өзі бірнеше ғана адам бар. Солардың да осындай талтаңдап кетуіне әрбір мемлекеттік қызметкерлердің есіктерін теуіп ашып, дік-дік етіп жүруіне талтаңдап, мынандай қымбат машина мініп алып, беттері жылтырап, өздерін бір керемет көрсетіп жүргенмен, мен сізге айтайын, олардың жасап жүргенінің бәрі қылмыс. Қоғамның атын жамылып алып, талай адамдар көп деген қылмыс жасап жатыр, мен сізге айтайын. Мен өзімді ешқашан періште көрмеймін, бірақ олар да өзін періште сияқты қылып көрсетпесе екен деп ойласам, олар кәдімгідей елдің көзінше жақсы бір кино ойнағанмен ар жағында жасап жатқан дүниесінің бәрі қылмыс. Қоғамның атын жамылып, қоғамның шашбауын көтеріп жүргендей болса да, істеп жатқаны тек қана сол әрекеттердің арқасында өзіндік жеке қарабасын ғана тойдырып жүрген адамдар өте көп. Сондай адамдардың бірі, қазір міне жақында көп деген дүние ашылады ғой, өздеріңізде соны көресіздер. Көп адамды өзі арыз жазам деп қорқытады. Мені де менің сыртымнан әкімдерге барып көрсетіп, екеуміздің ортамыздағы жазбаны көрсетіп, антикорға жүгіріп, күні кешке шейін арыз жазумен қорқытады. Жаза берсін, 1000 жерден арыз жазсын. Мен арыздан қорқатын адам мен емес. Жауап береміз кез келген дүниеге. Бірақ ендігі бір тұста сол адамның, мен сіздерге айтайын, Мадияр Бекенұлы, мына бас прокуратура, администрация президентіға шейін осы мәселені мен көтерем. Бұл адамды осылай талтаңдатып қойған ұлттық қауіпсіздік комитеті ма деп өзім ойлаймын. Себебі олар оның қандай адам екенін осы уақытқа шейін біліп жүр, көріп жүр. Бұлар бақылауда бәрін ұстайды. Соның жасаған бір әрекетін мен осы күні жасасам бар ғой, шын мәнінде мен сізге айтайын, баяғыда қамап қоятын еді. Ал бірақ ол әйелді қамамақ түгіл қасына жақындауға қорқады. Өйткені өздерінің арты таза емес ау. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірнеше қызметкерлерінің атын үнемі айтып жүреді сол әйел. Яғни соларға өзінің компроматы бар, солармен қандай бір тығыз қатынаста мүмкін. Және ол әйелдің осы үкіметтің ақшасын жегендігі жайлы бір аздаған дәлелдер де жоқ емес. Оны бәрі де біледі, заңсыз ақша алып жүргенін де біледі. Сол жаңағы әйелдің жұмысын тексеруге келген кезде сол ұлттық қауіпсіздік комитеті көрмей қалады ештеңкені. Елді дүрліктіре ма? Дүрліктіреді. Митингке шақыра ма? Шақырады. Өтірік қоғамның сөзін сөйлегендей болып өз мәселесін шешіп жүр ма? Шешіп жүр. Жаңағы заңның атын жамылып жүр ма? Жамылып жүр.
елдердің бәрін арыз жазуға қорқыта ма? Қорқытады. Соңғы кезде сол әйелдің осы бір жылда қаншама адамдарға арыз жазады. Соның бәріне жол беріп қойған осы құзыретті органдардың басшыларының өзі кінәлі. Осы уақытқа шейін талтаңдатып қойған. Күні бүгінге шейін әуелі қазір сол шындықты айттың деп осы бір-екі күннен бері күйеуі де маған дүрлігіп ана менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма неше түрлі жазады отбасымен ше. Оларға сонда бәрі заң аяқ таптала салады да. Олар сонда қаншама жылдар бойы ақшаны заңсыз үкіметтің ақшасын жей тұрып үкіметтің өзіне өреді. Әкімдіктің ақшасын жей тұрса да әкімнің өзіне секіреді. Сонда бұл қалай? Сонда әркімге заң әр түрлі ма? Яғни бұл қылмыскерлерді өзі құзыретті органдар қолмен жасайды, мен сізге айтайын. Бейбіт Өксікбайұлы. Сондықтан бар ғой, осы құзыретті органдар соны білмей жүрді емес, осы мен кез келген арызды көрсетем, сол арызды шайнап жеп, бүйтіп ауыздарына берем, олар тек қана жұтады да. Құзыретті органдарға сонда бір барлығына жұмыс керек жоқ, тек қана маған керек сияқты да. Сонда мен ғана сүйкімсіз боламын. Олар үкіметтің ақшасын жей ма? Жейді. Басқа жақта заң бұза ма? Бұзады. Сол әйелдің соңғы 3 жылдағы елдермен мына WhatsApp желісі арқылы сөйлескенін шығарасаңыздар, болды ғой. Миллиондаған адамның алданып жатқандығы. Көптеген қылмыстардың шеті ашылатын еді. Бірақ оны да ешкім жасамайды. Яғни сол құзыретті органдар омен в доле дейді ғой. Бірге жеген, бірге жеп отыр сол ақшаны. Әйтпесе, кезінде мен осы өзіме жәбірленуші болған Чүйкенбаева мен Жапарова есімді азаматшаларды айтқам, солардың қылмысы айқын болған менен 7 жыл бұрын. Сол кезде оларды жәбірленуші қылып жіберген осы тергеу, осы прокуратура, осы сот емес пе? Сол секілді ғой. Осы әйелдің де осындай нәрселерді қорықпай жасап жүргеннің нәтижесінде жылдар бойына мен Динаны отырғыздым деп мәз болып жүреді екен ғой. Ол әйел де менің отыруыма да бір өзінің септігін тигізген екен да, оны мен әзір біліп жатырмын. Бірақ сол әйелдің өстіп осындай дәрежеге жетіп қойғаны мен сізге айтайын, құзыретті органдардың тікелей байланысында. Олар одан қорқады және яғни сол ақшаны бірге жеген, бірге жейді, сол адамдарды бірге алдайды. Яғни оларды крышевать етіп тұрады, жаңағы шатыр болып былай. Ол әйел сондықтан ештеңеден қорықпайды. Керісінше кез келген мемлекеттің қызметкерлерінің, басшыларының, әкімдерінің, орынбасарларының бәрін есігін теуіп кіреді. Мен сондайда бұндай деп, жаңағы мен сенің үстінен арыз жазамын дейді да, барып арыз жазады. Сода бәрі қорқады. Неден қорқасыңдар? Жаза берсін сол арыз. Соны өзінің соткысын неге тексермейді екен? Неге соның бүкіл қылмысын ашып, міне айқын тұр. Миллиондаған адамдарды алдап жүргенін көзіміз көреді. Сонда неге оған жол беріледі? Неге оның күйеуі аузына келген кім көрінгенге секіріп, кім көрінгенге жаңағы ар намысына тигізеді? Неге олай? Неге сондай еркіндік беріп қойған? Яғни барлығы бір шарананың ішіндегі дүние. Бейбіт Өксікбайұлы. Сондықтан мен өзім мені арыз жазам деп қорқытатын адамдарды күлкім келеді, мен сіздерге айтайын. Кез келген нәрсе үшін жауап беруге дайынмын, жауап бергенмін де. Енді сол адамдардың жауап беретін уақыты келді. Менің отбасыма бірдеме болып қалатындай жағдай болса, мен қазір арызға түсіріп жатырмын, сол адамдар өздері жауап береді, әрқайсысы. Мен сонда сол әйел бар ғой, соңғы кезде қараймын, елдің жеке өміріне де араласады. Бұрынғы шенеуніктердің жаңағы соткысына звондайды, олардың кейбір ақпараттарын біліп алып, олардан ақша алуға да дайын. Сонда елдің жаңағы жеке өміріне араласуға да болады оған. Соның өзі оған қылмыс емес та. Былай қарап тұрғандаршы. Енді былай қарасаң, өзіне бір айтып қойшы, сіз неге өстіп жасайсыз? Болмаса сіз неге өстіп жүресіз десе, бұл менің жеке өмірім деп шыға келеді. Ешкімнің шатағы болмау керек деп. Сонда өзі елдің өмірінде, менің әсіресе өмірімнің, Қазақстан Республикасының Конституциясының 14-ші бабы бойынша мен бұл кісіні қылмыстық жазаға тартуыңызды сұраймын. Неге? Көптеген адамға менің істі болғандығым жайлы видеоны таратқаны, осы әйел екенін білем. Одан кейін көптеген аудандардың чатына өзі жазып, мені балағаттап, жамандап, менің істі болғанымды әркімге ерінбей айтқан жаңағы дүниелердің бәрін мен жинақтап қойдым бір жерге. Сонда ол әйел өзін ақылды санап, менен өзінше бір өш алудың бір түрін көрсетеді. Содан бүкіл отбасылармен жаңағы жасырын аккаунттарда отырып алды да, мына
комментарий жазғанға бесекен бұлар бар ғой, бір нағыз бір санасыздыққа барып жатқан көріп мен шокпын. Әйелі бір дүние жасап жатса күйеуі қой деп айтқанның орнында бірге жүгіреді екен да бұлар. Таң қалдым. Енді неге бұл әйел мені қорқыта береді, арыз жазам деп жазсын. Бірақ мен сіздерге айтайын, соңғы 3 жылдағы, мен сіздерге тақ айтыламын, соңғы 3 жылдағы барлық елдермен сөйлескен, жаңа переписка дейміз ғой, соны ашып шықса болды. Қаншама қылмыстық кодексте бап деген жеткілікті ғой, Құдайға шүкір. Солардың барлығы өз орнымен бет табылады. Сонда бұл әйел елді қанша адамның үстінен арыз жазған. Соның барлығы көз бояушылық екені ашылады. Қанша адамдарға осы уақытқа шейін қиянат қылып келгені, елдің бәрін шантаж дейді ғой, шантажировать етеді. Мен сені жазып алдым, мен сөйтіп бүйтіп алдым, жаза берсін. Өзін де жазу керек. Бұл адамдар жалған арыз беріп, жалған дүниені жасап, өйстіп талтаңдап жүріп, өкіметтің ақшасын жеп, өкіметті сынап, өтірік елдің көзінше жаңа кино ойнағанды қою керек. Өзің артың таза емес па, елге тиіспеу керек. Ал енді өзінше қанғаған, мен бұны өлтірем, көзін құртам, не дейді күйеуі, мен сені бүйтем, сөйтем, жасай берсінші. Бірақ заң шеңберінде бәріне жауап береді. Әрбір сөзіне жауап беретін уақыт келді. Мен ештеңеден қорықпаймын бір Құдайдан басқа. Әрбір нәрсе үшін жауап беруге дайынмын. Және де осындай жалған арызданушылар болады ғой. Солардың бәрін тоқтату керек бар ғой. Бұлар үстіп өкіметтен қай-қайсысы 2-3 адам ғана бар, барлығы өкіметтің арқасында тойынып, байып, шіреп отырған азаматшалар, айтайыншы мен сіздерге. Қай-қайсысын алса да өздерін бір керемет қоғамның адамы қылып көрсетеді, бірақ өкіметтің ақшасына байыған. Мен сіздерге тағы қайталап айтамын, бұл сөзден қорықпаймын. Бұлар нағыз семіріп, нағыз жаңағы елдерді андай-мындай дейді ғой, өздері одан өтіп кеткен қылмыскер, мен сіздерге айтайын. Бірақ жаңағы бәрі айтып отырмын ғой, құзыретті органдармен бірлесіп істегендіктен бұл қылмыс болмай отыр, мен сізге айтайын. Олар оны өтірік білмей отыр, мүмкін емес. Ондай дүниелерді өте бақылауда. Мына ұлттық қауіпсіздік комитетінде мынандай не бар ғой, социальный опасный адамдар, соның бәрін қатарында жүре тұра, оның бәрін күнделікті бақылауды көре тұра, осының барлығын күні бүгінге шейін, мына қазір тағы да бет ашылады ғой көп қылмыстың, соның бәрін білмей қалды деп айтқаны жалған дүние. Жалған дүние, мен сізге айтайын. Барлығы кино. Бейбіт Өксікбайұлы, осындай қылмыстарды неге көбейіп кетті, неге бұл әйелдер, еркектер осы қоғамды, осы талдықорғанды дүрліктіріп жүрген өзі бірнешеу ғана. Өйткені туысқандардың бәрі құзыретті органдарда. Мен өзім көзімше сол әйел бірнеше рет керек ақпараттардың бәрін осы полиция жаңағы басқармасының базасынан бір-ақ секундта шығарып берген жағдайларда болған. Керек болса бірден бір әкімге звондап, өзіне керек дүниені шешіп алған дүниені көргем. Көптеген осы аудан әкімдері, осы қала әкімдерінің орынбасары барлығының сол кісінің қармағында екен да былай. Кез келген телефонды көтереді, әрқайсысын айтқан істетіп жүре береді. Әрқайсысының балығын білгендіктен осының бәрі. Сол әйелдің қармағын ілініп, қорқытып елдің бәрін сол. Ал өзі нағыз қылмыскер, қоғамның атын жамылғанмен ар жағына меске айтпай қойшы не деген былық жатқан. Көсегені тек қана ақша. Тегін ештеңені жасамайды ол әйел. Мен оның өз көзім талай жерге жеткен. Енді соны айттың деп кешеден бері бүкіл отбасымен жабылып жатыр ғой маған. Сондай санасыздыққа жол беріп қойған осы құзыретті органдардың әлсіздігі, солардың шыншыл арттары таза еместігі, сол әйелдердің қармағында осы күнге шейін бүйтіп жүріп, кез келген уақытта бүйтіп тартып, солардың аузын аштыртпайды. Не прокуратура, не сот, не тергеу шамасы келмейді. Сол әйелге ұлттық қауіпсіздік комитеті көзі соқыр, ол әйелге келген кезде бүйтіп жауып қояды. Неге? Себебі бірге, бәрі бірге. Сондықтан Бейбіт Өксікбайұлы осы дезорганизаторлардың өйстіп талтаңдап жүргендері осы біздің органдарының өздерінің арты таза болмағандықтан, солардың жаңағы оларға жол ашып, жолдарын бөгей алмайды, неге тоқтата алмайды бұл қылмысты?
тоқтатамайды. Мен сізге айтайын, сол әйел қалай талтаңдады, солай талтаңдап жүре береді. Неге білесіз ба? Барлығының қылмысын біледі, барлығының артын ашып береді, бәріне арыз жазады десе содан қорқады. Соған бұлар әбден үйреніп алған, сол арқылы нанын тауып жеп жүр. Адамдарды қорқытып өтірік арыз жазу оның наны. Мен сіздерге айтайын, наны. Сол нанды беріп отырған сол біздің шенеуніктер, құзыретті органның басшылары. Сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі бірнеше адамдардың атын айтатын, солардың атын да айтып бере аламын. Көптеген адамдарға шантаж жасайды, оны да білем. Соның бәрін жасап отырған осы біздің құзыретті органдардың басшылары, соның ішінде ма деп ойлаймын мен. Әйтсе осы уақытта сол қылмыстардың бәрін көре тұра баяғыда тоқтатуға болатын еді. Арты таза емес, арты таза емес, бітті ғой. Бәрімізді солардың астына төсеп береді, бітті. Өздерінің әлсіздігінен олар өстіп талтаңдап жүреді, барлығымыздың абыройына нұқсан келтіреді. Бүкіл қоғам сонымен былғанады. Отырып алады да, ана жақта піш-піш өсек, мына жақта піш-піш өсек. Содан кейін өзінің шамасы келмегеннен ана дүрліктіреді ғой, чаттарда отырып алып, неше түрлін жазып, анау жаман, мынау жаман, анау жаман, мынау жаман, бүйтейік, сөйтейік, ананы барып үстінен бүйтіп ұстау керек, мынаны сөйтіп ұстау керек. Өзінің кімге өшін аламай жүр, соған қарай қоғамның белсенділерін итере береді ғой. Осының бәрін біліп отырған құзыретті органның басшылары ләм-мим сөз айтамай сол әйелге. Соған көзім жетті. Сондықтан осы қылмыс жалғаса береді, елдің бәрін қорқыта береді. Солай қоғамның атын, биліктің атын, заңның атын басып, осы қарай талтаңдай береді. Сондықтан қылмыс ашылмайды, ол қылмысқа керісінше жол беріледі деп айтуға әбден мүмкін. Құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, негізі мен әділетсіздік осыншалықты жаңағы шырқау шегінен асып кеткендіктен айтып жатырмын да, әділетсіз дүние өте көп. Бұл әйел шын мәнінде заңсыз пәтер берген, 16 жылы заңсыз пәтер берілгендерге тікелей қатысы бар болса, осы уақытқа шейін бостандықта жүр. Себебі құзыретті органдар, тағы қайталап айтам, өздерінің клиенттері, бұл әйтпесе бар ғой, бір басқа бір адам сондай халық жасасын, мен сізге айтайын, сол әйелдің жасап жүрген бір әрекетін жасасыншы қарапайым адам. Баяғыда түрменің төрінен орын беретін еді бұлар. Менің үстіме арыз жазып кеткен сол кезде әйелдердің бірі сол пәтерді емденіп отыр. Қазір маған арыз жазғандықтан ғана пәтерлі болып отыр да. Ал енді бұл әйел қазір не істейді, мен білем. Бұл әйелдің надандығында шек жоқ. Бітті, мен ана аштық жариялай, мен бүйтем, өлтірем, қиратам. Бүкіл жаңағы осал топтардың чаттарында отырып алып, елді дүрліктіргенге бесті өзі жалпы. Она создает умышленно социальный ажиотаж дейді ғой. Әлеуметтік желілерде өзін бейшара қылып көрсетіп, осы әпенде болып қалады аяқ астынан. Сондай бір бейшара болып қалады да. Қоғам белсенділерінің алдында өзін батыр қылып көрсетіп жүрген адамдардың бірі ғой негізі. Ал шын мәнінде қоғам белсенділері білсе ғой, қандай мәселелер жасап жүргеніне жүрегі айнитын еді осы күні. Бірақ оны батыр қылып, сол әйелден батыр жасап отырған осы құзыретті органдар. Мен сізге тағы қайталап айтамын, бұндай қылмыстарды жасырын ұстау мүмкін емес. Мен жасап қалсам, сол кезде жасап қалсам, өмірімді алып тастады ғой менің. Ол әйел болса, оған болады. Күні бүгінге шейін соны жасап жүр, оған болады солай. Сонысына қарамай елдің мінін теріп, елдің бәрін қармаққа ұстағысы келеді да. Ал өзінің жасап жүрген батпан құйрық былай. Бірақ не бар? Крыша бар? Бар. Әркім қармақта ұстайды. Ақша бар? Бар. Мемлекеттен жейді. Рұқсат бар? Бар. Яғни қылмыс не істейді? Жалғаса береді. Сосын осы жасырын аккаунттардан неше түрлі жаңағы соңғы кезде байқаймыз, жеке парақшамаларымызға болсын, біздің редакцияның жаңағы әлеуметтік желідегі беттеріне болсын, түрлі ақпараттар жазатын болып дейділер. Бәлкім олар ойлайды, бұрынғыдай, ескі Қазақстандағыдай жасырын түрде диванда жатып алып, мен оларды диванный комментаторы және кухонный боксера деп айтайын. Өйткені жаңағы бетке айтуға әлі жетпегеннен кейін әртүрлі аккаунттардан отырып алып, уын шашып отыратын адамдарды айтамын. Бұл аккаунттардың барлығын қазір ашай салу 5-ақ секунд, мен сізге айтайын. Енді жалпы осы адамдарға ескерту, енді әрқайсыңыздың аккаунттарыңызды жаңағы мониторинг етіп отырып, сол адамдар заң шеңберінде сол жазған дүниені дәлелдеп бермейтін болатын болса,
заң шеңберінде жауап беретінін ескертеміз. Сондықтан әркіммен соғысатуға уақыт жоқ. Ол деген өте үлкен уақытты алатын дүние, бірақ әр адам өзінің сөзіне жауап беру керек. Сосын мына отырып алып андай мындай деп айтудың түк те қажеті жоқ. Өздеріңіз жөндеп алыңыздар. Сіздер мына сонда жасырын аккаунттан жазып отырған адамның өзінің санасы жоқ, түйсігі таяз деген сөз. Айтатын адам камераны қосып қояды да өстіп бетке қарай айта береді. Ал енді жасырын түрде отырып алып бықсытып оны соны өзін герой санап сол жерден сөйтіп айттым, мен сөйтіп жаздым, мен оған деп отыратын санасыздарға айтатынымыз: әр қадамдарыңызды санап басып, әр сөздеріңізді санап айтсаңыздар, өздеріңізге сол абзалырақ.